Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шашымызға маска жасайтын боламыз. Бізге керек заттар пияз, кофе және мандарин майы. Пиязды өткіштен жақсылап өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін марлыға қойып, суын барынша сығып аламыз. Суын ләжі болса, барлық суын сығып алған жақсы. Пияз білесіздер, бізге өте пайдалы, даже иммунитетті де көтереді пияз. Одан кейін 2 ас қасық кофемізді қосамыз. 2 ас қасық кофемізді қосып болған соң мандарин майын қосамыз, 1 ас қасық. Осылай үшеуін жақсылап араластырып, шашымызға жағып 2 сағат ұстаймыз. 2 сағаттан соң жуамыз. Аптасына 2 рет жасаймыз. Бұл маска шашымызды түсірмейді және қарайтады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басаңыз және каналыма тіркеліп кетіңіз.